Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін мамырдың 13-і, 13 мая. Аптаның 3-ші күні. Сәрсенбі, среда. Сабағымыздың тақырыбы алақай, демалысқа шығамын. Бүгін, балалар, біз Г әрпін жазамыз. Сегодня пишем букву Г. Гүл, гүлдер, гаухар, лагер. Енді, балалар, жаңа сөздермен танысайық. Ай, маусым, шілде, тамыз, жоспарладым, шомыламын. Өте жақсы, балалар. Енді сол жаңа сөздерді дәптерге жазамыз. Пишем, ребята. Ай, месяц, маусым, июнь, шілде, июль, тамыз, август, жоспарладым, запланировал, шомыламын, буду купаться. Енді, балалар, мен сендерге мәтін оқимын. Я буду вам прочитать текст. Вы слушайте внимательно. Мұқият тыңдаймыз. Жаз жыл мезгілдерінің бірі. Лето – это одно из времен года. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Летние месяцы июнь, июль, август. Жазда мектеп оқушылары мен мұғалімдер демалады. Летом отдыхают школьники и учителя. Мен жазғы демалысымды жоспарладым. Я запланировал летние каникулы. Маусымда лагерьге барамын. В июне я иду в лагерь. В лагерьде суға шомыламын. Я буду купаться в лагере. Шілдеде тауға барамын. Я собираюсь в горы в июле. Тамызда анаммен Алакөлге барамын. В августе я поеду в Алакөл с мамой. Өте жақсы, балалар. Енді, ребята, теперь мы все вместе прочитаем этот текст, который только что слушали. Қане бәріміз бірге оқимыз. Жаз жыл мезгілдерінің бірі. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Жазда мектеп оқушылары мен мұғалімдер демалады. Мен жазғы демалысымды жоспарладым. Маусымда лагерьге барамын. Лагерьде суға шомыламын. Шілдеде тауға барамын. Тамызда анаммен Алакөлге барамын. Мәтін түсінікті болса, бірінші тапсырманы орындаймыз. Тиісті қосымшаларды қойып жазамыз. Окончание. Яғни, жалғауларды қойып жазамыз, я? Мен жазғы демалысымды жоспарладым. Например, дальше вы сами. Келесі, екінші тапсырма. Суретке қарап, сөйлем құра. Состав предложения, используя эти рисунки. Например, Анель, вот написано Анель, тауға барады. Дальше вы сами. Үшінші тапсырма. Өз демалысыңды жоспарла. Запланируй свой выходной. Свой каникул. Например, бірінші, мен маусымда. Дальше. Екінші, мен шілдеде. У вас должно быть 3 предложения. Вот. Үйге тапсырма. Видеороликтегі тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Я буду ждать, ребята.
сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.